Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Грейфер Дәулет. Бүгінгі видеода Kinetico Craft серверінде приват жасауды үйрететін боламын. Приват жасау үшін ең алдымен бізге үйдің шетін тауып алу керек. Үйдің немесе болашақ үйдің шетін тауып аламыз. Мысалы, осындай үй болса бізде шамалы бір 5-6 блок, 10 блок былай қарай жүреміз. Неге десеңіздер, өйткені мына жерден приваттасақ, уже мына жерден адамдар блок қоя алады да, сіздердің үйлеріңіздің алдын жауып қоюға болады, егер дұрыстап приватталмаса. Мысалы, где-то 20 блок жүрдік үйдің бір шетіне. Мысалы, осындай расстояние болады. Және жерге үйіңіз, мысалы, жердің астына кіріп кеткен болса, егер подвал істесеңіз, көбірек қазасыз, өйткені подвалды байқамай приватталмаған болуы мүмкін. Сол үшін бұл үйде приват болмаған үшін осы жерден бір 5-6 блок примерно тағы түсірейік. Және бірінші точканы қоямыз. Эрго пос 1. Бұл біздің үйдің бірінші точкасы. Бізге сообщениеде бірінші позиция орнатылды, екінші позицияны орнатыңыз дейді. Яғни осы жерден басталады. Мысалы, осы біздің приват осылай болады. Егер дұрыстап приваттасақ, мына былайынан ары қарай кетеді да, и былайынан ары қарай кететін болады. Және жерге осындай блок төмен болады приват. Және бұл бірінші позициядан біз осындай жерге бару керекпіз. Осылай былайынан барамыз, былайынан бармаймыз, немесе былайынан бармаймыз, именно осылайынан барамыз. Өйткені былай қарай приваттасақ, тек осы линия ғана приватталады. Ал егер былайынан баратын болсақ, тек осы линия приватталатын болады. Сол үшін осы жерден ар жаққа барсақ, тура осылай. Сол кезде мына жақта и ар жаққа дейін приват болатын болады. Екінші приват точканы мынау крышаны көріп тұрсыздар ғой, сол крышадан 5-6 блок немесе өздеріңіз қалаған блок жоғары көтересіздер. Неге жоғары көп көтеру керек десеңіздер, өйткені басқа игроктар сіздердің приваттарыңыз жерге үлкен высотаға приватталмаған болмаса, мысалы осы жерде аяқталатын болса приват, яғни мына жерден бастап сіздің приватыңызды уже төбесіне жаба беретін болады. Сондықтан үлкен приват қойылу керек деп ойлаймын. Енді сіздерге совет беремін. Екінші точка эрго пос 2. Бізге екінші позиция орнатылды деп жазды. Енді екі позиция орнатылды. Біз эрго крите және регионның атын жазамыз. Мысалы, МММ деп жазамыз. Болды, енді бізде МММ аймағы сәтті құрылды дейді. Енді өйстіп балкамен басқанда бізге регионның атын шығарып тұрады. Мына жер, мысалы, қарап тұрғандарыңыздай, осы жерде приватты алдым. Мына жерден бастап приват жоқ, мына жерде бар, мына жерде жоқ, мына жерде бар. Яғни игроктар осы жерді бітіп кете алады. Сондықтан үлкен приват алған дұрыс. Енді біздің приват жасалынғаннан кейін МММ. Енді адам қосу үшін эрго member ады регионның атын жазамыз және никті жазамыз, мысалы short course. Енді бұл игроктың атын толық және дұрыстап жазу керек. Өшіру үшін ergo add member remove приваттың аты short course тура осылай жазамыз, приваттан адамды өшіру үшін. Егер біреуге осы приватты бергілеріңіз келсе, ergo 11 mmm short course дейсіздер, осы приват жаңағы short course деген адамға беріледі. Егер
приватты өшіргілеріңіз келсе rgremove десеңіздер приват өшіріледі. Аймақ табылмады деп жазылды, яғни енді приват жоқ. Осы сервердің IP порты описаниеде болады, кіріп тамашалап көріп кетсеңіздер болады. 1.21.130 версиясына арналған сервер.